бір ғана оқушыға арналған кеңсе тауарлары. Оның ішінде дәптер, қалам, күнделік сияқты ең маңызды заттар бар. Оның әрқайсысы қанша теңге тұратынын білгіңіз келсе, экраннан алыстамаңыздар. Біз бүгін сіздерге бір баланы мектепке дайындау үшін қанша қаражат керектігін шамамен есептеп көретін боламыз. Егер сіздің балаңыз бастауыш сыныптарға баратын болса, онда дүкендерде мынадай арнайы тізім орналастырылған. Яғни сіз балаға кеңсе тауарларының ішінен нені сатып алуға болатынын қарап, осы тізім бойынша ештеңені ұмытпайтын боласыздар. 12 беттік дәптерлердің бағасы 8 теңгеге бағаланса, қалыңдары 40 теңгеден 300 теңгеге дейін. Ал қаламдар 32 теңгеден басталып, сапасына қарай жоғарылай береді. Альбом 50, бояулар 100, түрлі түсті қарандаштар 200 теңгеден басталады. Ақжан биыл 2-ші сыныпқа барады. Ол кеңсе тауарларының ішінен барлығын өзіне таңдап алды. Енді бізге не қалды? Бізге енді қалды рюкзак сатып алуға. Кеттік онда. Тоқтат, қанша шыққанын сіздер білесіздер. Енді мектеп формасына көшейік. Бұл жерде жұмыс қызу жүруде. Мектеп жақындаған сайын адамдар жан таласуда. Ер балаға костюмді 12, қызға 15 мың теңгеге алуға болады. Осы бағаға 6500 теңгелік пиджак пен 2000 теңгелік кеудешені және 3500 теңгелік шалбар кіреді. Ал ақ жейденің бағасы 2500. Бұл ер баланыкі. Қыз баланың жакеті 6000, белдемше 3500, кеудеше 2000 және шалбар 3500. Сонда 15 мың теңге. Енді есептеп көрейік. Кеңсе тауарлары мен рюкзакқа 7670 теңге кетсе, костюмге 12000 теңге кетті. Оған қосымша галстук пен ақ жейдені қосқанда 15400 теңгені құрайды. Туфли мен спорт киімі шамамен 10 000 деп алсақ, барлығын есептегенде 33030 теңге шығады. Енді мен мектепке дайынмын. Сонымен біздің Ақжан мектепке дайын. Барлық оқушыларды келе жатқан оқу жылымен құттықтаймыз. Адияр Албай, Нұрлан Қуанышев, Алматы телеарнасы.